билік пен халықтың арасында іріткі салып ондай ойын жоқ. Мен деген болып жатқан, мен өтірік айтып отқан жоқпын. Міне бәрі ескі көлік, мына халықтарды бәрі ескі көлік. Біз сонда Арменияның халқы, армяндар мен қырғыздардан бір шетіміз кем ба, қазақтардың? Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Бүгін біздің еліміздің батыры, қаңтар көтерілісінің қаһарманы Берік Әбішев өздеріңізге танымал, тек қана қазақтарға ғана емес, Қазақстандағы ғана емес, барлық дүние жүзіне оның батырлығы тарап кеткен болатын. Қазаққа ғана емес, түркі елдерінің барлығына, түріктерге, әзербайжандарға, өзбектерге, қырғыздарға бәрін рухтандырған оның видеосын бәріміз көрген болатынбыз. Қазақтың жалауын биік көтеріп, қаншама оқ жауып жатса да, соған қарсы гранаталар атылып жатса да, соған қарсы қолында қаруы да жоқ, өзінің тек қана рухы, жүрегі, сонымен алға шыққан біздің халықтың батыры. Ол сол қаңтар оқиғасында жарақат алып, ауруханада жатқан болатын. Енді қазір осы Астана қаласының ауруханасынан бүгін шықты. Бүгін бәріміз осы бір қатар азаматтар барып күтіп алдық Берік батырымызды. Сөйтіп қазір осында Берік Әбішевтің ағасы Ерік Әбішев өзі де кезінде тәжік алған қақтығысында қатысқан ардагер, нағыз елдің азаматы. Сол Ерік Әбішевпен бүгін сұхбаттасқалы отырмыз. Осы Беріктің бүгінгі батырымыздың жағдайы туралы, қандай көмек керек, одан кейін ары қарай жаңа жоспарлар қандай, сол туралы бірнеше минут сұхбаттассақ деп едік. Ереке, бүгін енді батырымыз ауруханадан шықты. Сол қаңтар оқиғасынан кейін біраз үлкен ауыр жарақат алып, енді ауруханада жатқаны бәріміз білеміз. Енді бүгінгі жағдайы қалай? Енді бүгінгі жағдайы, дәрігерлермен сөйлескен кезде, енді выписка дейді ғой, шығару қағазы. Сол жақта бәрін жазып берді, былай дейді, ешқандай дәрі-дәрмекті қазір пока бермей тұра тұрыңдар дейді. Өзі восстановить етілу керек дейді, иммунитетін көтеру керек дейді. Тағы да реабилитация керек дейді, ұзақ реабилитация керек. Енді шама келсе, ыңғай келсе, сол шетелге шығарсақ дұрыс болатын еді деген ойымыз бар да. Шетелге шығарсақ, енді оны қазір ақылдасу керек, врачтар табу керек, шетелде жақсы врачтар болса, солармен ақылдасып, шетелдің реабилитациясы мықты ғой негізі. Билік тарапынан, мемлекеттік органдар тарапынан ешкім шыққан жоқ па осы? Мемлекеттік тарапынан Бақтыбек Смағұлов шыққан. Депутат. Бақтыбек Смағұлов шықты. Сол қандай көмек керек, не істеуге болады деп ақылдасып, осы Астанада сөйлескен сол болатын, сол кісі болатын. Ақшолақпен сөйлесіп, осы Астанаға жатқызайық. Енді осы Орталық Азия бойынша ең мықты нейрохирургия дегеннен кейін, енді осында алып келдік қой енді, қалай болса да. Сол енді операциясы сәтті өтті. Енді реабилитация керек дейді, сол реабилитация енді. Үшін дәрігерлердің айтуы бойынша 1-2 жыл уақыттарың бар деді ғой, 1-2 жылдың ішінде нормальдығы өз-өзіне орнына қойып алмасаңдар, болашақта сол состояниеде қалып қалады дейді. Сол қазір бір байқағанымыз сөйлей алмайды ғой. Сөйлей алмайды. Бірден айтуға тырысады, бірақ тілі күрмеліп жатыр енді. Уақыттың еншісінде шығар деп ойлаймын. Енді операцияда енді біраз уақыт керек қой, кішкене восстановить етіп келуге, реабилитациясы. Енді сол реабилитациядан енді көп
үміт күтіп отырмыз сол реабилитацияға. Енді оған бәріміз атсалысуымыз керек. Бәріміз қазақтың бәрі қарап отырмай, қазір атсалысып, ол биліктен күтудің де қажеті жоқ шығар. Бәріміз мүмкін қаражат жинап, билікке бауырымызға барлық көмектің бәрін көрсетуіміз керек. Қазір біз де қарап отырмай, шетелдік ең жақсы клиникалармен хабарласып, олардан білеміз. Қалай емдеуге болады, қалай оны сол жаққа апаруға болады, қанша қаражат керек дейді. Содан кейін мен енді ойлаймын, бәріміз атсалысып көмектесеміз. Енді Ереке, біз енді бәріміз көрдік, Берік ең бірінші өзінің халқы үшін, өзінің жері үшін шықты. Тек қана өзінің қарабасы үшін емес, бір не емес, жаңағы батылдығын жасаған барлығы сол халық үшін. Енді өзіңіз қалай қазір баға беріп отырсыз осы жағдайға? Сол Берік шыққан өзгерістер үшін сол өзгерістер болып жатырмыз ба елімізде? Енді мен өзім политик емеспін ғой, енді көп нәрсені білмей де жатырмыз. Енді қаңтар оқиғасы, қаралы қаңтар, енді былай бәріміздің жүрегімізді жаман дейді ғой. Бәленбай қазақ балалары қырылып қалды. Бұл қазақтан басқа ешкімге қажет емес. Бұл қазақ қана өзіне қылады. Әйтпесе бір орыс бір неден жүргенін көрмедік қой, мына қазақ үшін переживать етіп жүрген жоқ. Бұл қазақ қана жаны ашиды. Мен соны түсіндім да, біріншіден. Екіншіден енді жаңа қаңтардан кейін талай өзгеріс болады деді. Мен талай нәрсені күттік, бәріміз қазақ болып күттік. Жақсы бір реформалар болатын шығар деп. Сенатта отырған өңкей шалдарды кетіретін шығар деп. Өзгеріс жақсы болатын шығар деп, жақсы жағын ойладық қой енді. Енді ондай көп өзгеріс болмады, өзімнің ойыма. Енді саясаткер емес, мен көп нәрсе білмесем де, енді халықтың күткені сол болған негізі. Талай нәрсе айтылса, талай не болады ғой енді. Қаңтар деген енді бәрінің шекесіне тиген шығар деп, бәрі сөйтіп ойлады. Саяси тұтқында отырған балалар көп қой мысалы қазір. Саяси қудаланып жатыр, саяси неде отырғандар бар. Оның алдында міне өзіміздің екі қазақ жігіт орыстарға не айтеміз деп 5-5 жылдан сотталып кетті мысалға келген кезде. Ал міне қазір орыстар қазақтарға тіл тигізіп жатыр да, біреу кешірім сұрап бәрі құтылып кетіп жатыр да. Мысалы справедливость жоқ қой мысалы. Соған ішін кетті, сондай нәрселерге бар. Сондай кішкене қолға алса екен деймін, заңдарды түзетсе екен деп жатырмыз. Орыс тілін алып тастап, қазақ тілін қалдырса екен деп жатырмыз. Бәріміздің тілегіміз ғой енді қазақ халқы болғаннан кейін. Ең бастысы қазір әділеттілік жетіспей жатыр ғой. Әділеттілік сол жетіспей. Мынау қаңтарда да шыққан барлық осы батырлар, азаматтар сол үшін шықты ғой, әділеттілікті талап етіп. Енді ана күні осы жерде өткен, Астанада өткен құрылтайда өзіңіз болдыңыз, осы мәселелердің барлығы көтерілді. Мынау қазақ тілі мәселесі де, қазақ тілі мәртебесі. Қазір енді уақыт келді ғой, қанша 30 жылдан асып кетті біздің тәуелсіздігімізге. Әлі де жаңағы орыс тілі біздің конституцияда отыр. Негізінде ол ата заңнан орыс тілі алып тасталып. Мәселен, біз қазір ағылшын тілінде сөйлеуіміз мүмкін, француз тілінде, орыс тілінде, қазақ тілінде, бірақ ол тілдердің бәрін ата заңға жазудың қажеті жоқ қой, тек қана қазақ тілі бір тіл ғана болу. Ол жағынан енді халықтың бәрі қолдап отыр. Енді үлкен үміт етеміз қазір. Үміт етеміз осы өзгерістер бәрібір болу керек. Өйткені мынау қаншама 230-дан астам біздің қазақтың жігіттері қайтыс болды сол алаңда, атылып кетті. Олардың өлімі, басқа жігіттердің денсаулығы, мынау Берік бауырымыздың батырлығы тектен тек болмау керек. Оның бәрі ертең үлкен халқымызға бір жақсы нәтижесін беріп, үлкен өзгерістер болу керек деп ойлаймын. Асеке, қалай ойлайсыз? Енді әрине мына бүгінгі өте бізге қуанышты күн, халқымызға қуанышты күн. Басында біз естігеніміз қайтыс болып кетті деп, Берік қайғыға түсіп халық қайта сұрап, бірімізден сұрап, қалай болған екен, неге? Содан кейін хабар жеткеннен кейін аман есен тірі, бірақ қатты жараланған деген кезде біз бәріміз қатты переживать етті. Былай шын айтқан кезде қатты неттік. Мынау мен айтып отырмын, мынау біздің Берігіміз, біздің 2000 жылдардың Қошқарбаев, нағыз Қошқарбаев екен. Ол да оққа қарсы шығып көрдіңіз ғой енді. Мынау біздің қазақтың символы. Оны жасырмай айту керек.
оны мақтану керек бізге. Неге десеңіз, қазір ана шетелде барып жүрміз ғой, Түркияда, Германияда, соның жаңағы суретін көріп таңғалып отыр. Бізде басты үйіп отыр басқа халықтар. Әрине біздің ондай әрбір халықтың батырларының қолынан келмейді. Екіншіден айтатын енді мінім, мен сіздерге айтайын, мынау әрбір мемлекетте барлау жұмысты жүргізетін нелер бар. Ұйымдар дейміз ба, олар службалар дейді ғой, және барлау жүргізетін. Олар біріншіден басқа бір мемлекетті зерткенде біріншіден бастайтын, олар өздері тесттер болады. Тест деген жаңағы несін қояды, қарайды, қандай халық екен, не халық екен, болашақта не олардан күтуге болады, малармен ертең жау болсақ не боламыз, дос болсақ не боламыз деп олар зерттейді екен. Сол жаңа зертткен кезде біріншіден олардың сұрағы, осы халықта батырлар бар ма екен? Мына халықтан батыр шығады ма екен? Шықса қарайды екен, қаншама шығады, қандай неге дәрежеде тұр екен, не істей алады екен, сонымен бағалайды екен. Екінші оларды бағалайтын, осы халық қандай қара көзбен, қандай көзбен қарайды екен, олар қандай немен қарайды екен, бағалай ма екен, бағаламай ма екен деп. Сол жаңағы екеуін қосқан кезде жаңағы бағасын шығарады екен халық. Соған көп көңіл бөледі екен. Неге сіз соғысатын болсаңыз басқа халықпен, сіз бірінші ойлайсыз, мен бар ма екен олар бізге қарсы шығады. Ал шыққаннан кейін олар шығарады. Ары қарай халық не істейді екен олар? Қолдап бір адамның 10 адам шыға ма, артынан жоқ, бәрін демей жаңағы нетіп түк білмегендей отыра береді екен. Сол бізге жаңағы үлкен сынақ қазір. Біз мына қаңтар бізге үлкен сынақ. Мына беріктей жігіттер бізге көрсетті. Олар қарапайым халықтар. Ona отырған чиновник емес. Чиновниктер өздерін білесіздер, бәрі қашып кетті. Қаңтардың уақытысында бәрі қашып кетті. Халқын тастады. Халық оларға керек те болды. Бірінші күнде ешқайсы жұмыс орнында болған жоқ. Бірінші күннен бастап ешқайсы орнында болған жоқ. Самолеттер қазір шығып жатыр, самолетте отырып, тайып отыр шетелге. Қалғандар дачаларына тығылды, бір үйлеріне сыртта сонда тығылып отырды. Ол бір показатель ғой, біздің халықтың бір показатель. Біз оларға сене аламыз ба екіншіден? Алмандай жігіттер қорқпайды, шыққандар. Міне бүгін көріп отырмыз, дұрыс медицинадан нені ала алмай отыр. Біз жаңа айтып отырмыз, неге шетелге шығару керек, шетелге емдеу керек. Біз міндет ретінде шығару керек. Міндет ретінде біз сізге айтайын, біз Қазақтан да 1 миллион адам 100 теңгеден берсе, 100 миллионға емдеуге болады. Қатырып тұрып емдеуге болады. Біз ол міндетті түрде жасауымыз керек. Біздің халқымыз, біз өзіміз көрсетіміздің дәрежемізді, осындай дәрежемізді көрсетіп, жылай бермеу керек, айтып, ой бізде мынау жоқ, айлық жоқ, анау жоқ, жаңағы не жоқ. Біз осыдан бастасақ, осы бірінші фундамент содан басталады біздің халқымыз. Халқымыз сонда көрсетсек, бір тас болса, тастығын сонда көрсетіледі екен. Қаншама бизнесмендер бар. Оны далаға тастап кетсек, ертең мына көршімізге де, мына Ресейге де, шетелге де, бәріне бұл мемлекеттерге ұятқа қаламыз. Осы жұмысты қозғау үшін ертең сізге бір нені ұсыныс, бір шөтіңізді ашсаңыз, біз оны жариялаймыз, міндет ретінде жариялап, соған бәрі тырмысып, ақшасын жинап береміз. Ол басқа ол шөтті сондай бір фонд деген бір фонд ашып еді, біз Қазақстан қазақ елі деп бір фонд бітті ол бет. Тастаққан шығарды. Енді біз шығарған халықтың фонд, халықтың қоржасы несіне шығарған, халық жинаған ақшасын, оған дұрыстап қарап, басқа балаларды бар емделетін қазір. Ол күн қаңтар күні жаңағымыз мамамызды айтып отыр. Сол бірге палатада жатқан 2 бала, біреуінде де басты оқ тиген, оқ ішінде қалды екен. Екіншіден тиген анау жаңағы аяғы тартып қалды. Оларды іздеп тауып алуымыз керек олар. Оларды бәрін емдеп, дұрыстап құрметтеп, осы құрметіміз сол болады. Сөзбен айта береміз біз қазір. Аузымыздан көбік шыққанша айтамыз. Оны қою керек. Істі көрсету керек, жасау керек бізге. Ал екінші тағы бір айтып кететін, енді әрине билікке де үлкен сабақ. Бізді осы құрылтайда болғанда ұлттық мүддені қорғау бізді де жарияладық. Біздің халықты билікпен бірге ұлттық келісуге шақыру керек. Оны тоқтатпау керек. Осы жұмысты жүргізу керек. Мен осы ұсынатын біздің елбасы президентке Тоқаев мырзаға айтатынды, сол кісі өзі көтеру керек осы мәселені. Осы көтеріп, ол халықтан шыққан азамат, халықта бөтен емес, әкесі үлкен азамат болған бізде. Біздің халықты қорғаған 41-45 жылдарда. Оны бәріміз білеміз.
дұрыс тәрбиеледі алған деп ойлаймыз. Халықтың шыққан азамат. Сол бірінші ұсыныс жасау керек бізге, бәрімізге. Біз оны қолдаймыз, халық та қолдайды. Бір кешірімді болу керек бәрімізге. Кешірімді сұрап бір-бірімізден. Алдында тұрған, бәріміздің алдымызда тұрған жаңа Қазақстан дейміз ғой. Соны құру керек. Олсыз ұлттық келісім болмаса, оған қиын болады бізге. Бәрімізге жаңа Қазақстан құруға қиын болады. Бәрімізде өкпесі бар, бірімізге оны бәрі тастау керек, бірімізге бір келісімге келтіріп, басқа ұлттарға біз үлгі болуымыз керек. Соны көрсетсек, оны бізді түсінеді. Шетелде, Европада түсінеді, Америкада түсінеді. Біздің дәрежемізге оларда менде сенем таңғалуға да болады. Соны көрсетуіміз керек. Билікке де айтатыным, мынау елімізге жау шабатын болса ертең, анау жағымпаздар емес парламентте отырған, немесе өкіметте отырған. Жағымпазданы президентті таңертеңнен кешке дейін мақтай беретін. Кеше Назарбаевты мақтады, Назарбаев кетіп еді, Назарбаевты жамандап, қазір Тоқаевты мақтап жатыр. Ондай адамдардан аулақ жүру керек, ондай адамдардан қорқу керек. Өйткені олар жағымпаздар, ертең жау келетін болса, тура жауды да сөйтіп мақтап, ертең оның жаламайтын жерін жалап сөйтетін адамдар. Ал нағыз жауға қарсы тұратын, елімізге, жерімізге тұратын, мынау Берік сияқты біздің батырымыз, біздің қаһарманымыз. Міне осындай жігіттер жау шапқанда аяғына дейін ешқандай жаңа оқтан, гранатадан, басқа да жаңа неден қорықпай, жалауын тік ұстап сөйтіп баратын жігіттер осы. Сондықтан билік осыған көңіл бұрып, қазір осы батырларымызға дұрыс жағдай жасап, құрметтеп, мына Берік бауырымызға мен ойлаймын, қазір халық қаһарманын беру керек билік. Ол нағыз халық батыры, нағыз халық қаһарманы. Басқа да қазір, міне айтып отырмыз, 230-дан астам азамат сол жерде қайтыс болды. Оларға да халық батырларының атағын беру керек. Олар қаңтар қырандары, олар нағыз батырлар. Қазір енді ауруханаларда қанша жігіттер жатыр. Жаңа да Беріктің анасы айтып отыр, міне 2 жігіт сол палатада жатты, біреуінің белінен атып, қазір аяқ жүре алмай қалған. Екіншісінің басына тиген оқты әлі алмай жатыр ол жерде. Ондай азаматтар өте көп. Олар халық үшін шықты, өзі үшін емес, бір ақша үшін шыққан жоқ, басқа бір не үшін шыққан жоқ. Олар өзінің ел үшін, жер үшін, намыс үшін, 30 жылдық жаңа коррупцияға қарсы соларға шықты. Сондықтан билік оларды құрметтеу керек, жан-жақты жағдай жасау керек. Ертең егер билік халықпен келісіп, бірге жұмысты жасап, бірге жаңа Қазақстанды құратын болса, осындай батырлар ел үшін тұратын, жер үшін, сол жаңа билік үшін де тұратын сол батырлар, аяғына дейін тұратын. Сондықтан соларды құрметтеу керек. Мынау қазір Берік бауырымызға барлық жағдай жасау керек. Оны емдеп, ертең аяққа тұрғызып, ол әлі жасайтын, Қазақстанға жасайтын жақсылығы өте көп. Сондықтан оны аяққа тұрғызып алу керек. Басқа да батырларымызды аяққа тұрғызып, сондай бір халықпен бірге бір келісімге келіп, бәріміз бірге жаңа Қазақстанды құруымыз керек. Енді мен бір ойлайтын, қалай сонда біз 30 жыл егемен болдық. 30 жыл ішінде қазақ тілі деп, мен 80-ші жылдардан білемін. 80-ші жылдың аяғында біз қоғамдарды құрып, қазақ тілі қоғамдарды соның несін, дәрежесін қазақ тілін көтереміз деп сонда басталған сол жұмыс. Сол уақыттан бастап қаншама бағдарламалар болды қазақ тілін көтереміз деп. Қаншама оны санап, бір қолында, екі қолында санаймыз. Жыл сайын қаншама қаржы бөлінді. Миллиард бөлінді. Оған кітаптар шығып жатыр. Оған сабақтар беріліп жатыр. Қазір мен сіздерде қазақ тілінде мектепте беріліп жатқан сабақтар тең біріне, математика мен физикамен тең беріліп жатыр. Одан кейін 10 жыл оқиды. Қаншама мұғалімдер оған дайындады. Институттардан дайындап, қанша қаржы жұмсалды. Қаншама біз мұғалімдерді жұмысты орнында ұстап отырып, ақшасын төлеп отырмыз. Оны бәрі қосқанда миллиард теңге шығады. Енді міне 30 жыл. Ақырғы 10 жыл алайық, қаншама бөлінген, ақша бөлінген. Енді мынау қаншама ұрпақ өсті уже. Мектепті бітіріп қазақ тілін, совет заманында емес, 1-ші класстан бастап қазақ тілін үйренген. Енді біздің балалар неге барады? Дүкенге барады, қазақша сұрайды. Жаңағы дүкенші қазақша жауап бермейді. Сол сұраған үшін ол салық төлейтін не? Жаңағы магазинге барған азамат ол салық төлейді. Ол міндетті түрде сұрап отыр.
мен сендерге ақша төледім, қаншама салық төледім. Сіздер мен ақшаға қаншама мұғалім тәрбиеледіңдер, қаншама кітап шығардыңдар дейсіңдер, қаншама курстар бар болды. Но неге сонда өзің ең несі қызығы? Оның қолында аттестат бар. Сол түкөл ішінде. Орыс болсын, қазақ болсын, орысша қазақ тілінде жазылған. Қазақ тілінде 3 баға 3 деп қойылған, или өте жақсы 5 қойылған. Сонда 3 деген қойылғанда ол 20 сөз қайтып білмей ме сонда? Ол магазинде жұмыс істеу үшін 20 сөз білу керек. Бар, жоқ, мына қияр, нан, ет деген сондай сөздер. Сол жауап бермеген кейін кім ол үшін жауап береді бізде? Билік қайда қарап отыр сонда? Біз ана балаларды ол міндет түрінде, ол заң түрінде сұрап отыр. Мен саған ақша төлеген сені осы оқытқан үшін. Ал енді сіздер ағыны қарайық. Мынандағы депутаттар ант берді. 2 қазақша 2 сөзін қоса алмай отыр. Олар мен сіздерге айтайын, олар институт оқыған. Бәрінде 2-3 диплом, қайдан тауған диплом білмеймін. Сонда әрбір институтта қазақ тілі деген бар. Ал сіздер биліктестеріңіз, үкіметтестеріңіз, қандай нелер бар, тесттер бар өтіш. Олар сіздер бәрі агентство госслужбада өтесіздер, дұрыс па? Одан бөлек. Мына қазақша, мына тұрмыстық қазақ тілі болса, ар жақта әдебиетті жаңағы маман тілінде сөйлесу керек. Дұрыс па? Олар онда өтпесе, олардың мүмкіндігі жоқ орын алуға. Министр болсын, вице-министр болсын, біз оны қарап отырмыз, министрді 2 сөзін қоса алмайды. Сонда мына жігіттер, олар заңды түрде көтерді мәселені. Мен салық төлеп отырмын. Мен ақшамға сіздер мына мұғалімдер дайындар. Мынаны баланы оқыттыңдар, оған аттестат беріңдер. Онда не болған значит? Олар қалай диплом алған, қалай аттестаттар алған? Жемқорлық, міне жемқорлық тұрған жерде. Бәрі ана депутаттар тексеру керек олар дипломдарын. Министр дипломдарын тексеру керек. Қалай дипломдарын алған? Олар 2 сөзін қоса алмаса, диплом ол заңды диплом ба, заңды диплом емес па? Мен түсінбеймін, мен өзі қанша біздің қазақтың білген ғылымдармен сөйлесіп, сұхбаттастым. Бәріміз таңғалып отырмыз. Қалай сонда? Сонда мынау биліктегі істеп жатқан адамдар өз тілінде білмейді. Жаңа біз айтып 69 адам қарсы шықты. Олар қалай қарсы шықпайды? Және ішінде жаңа басқа ұлттардікі бар, оларды түсінуге болады. Қайта совет заманда оқығандар бар жаңа нелер. Онда біз көңіл дұрыстап бөлген жоқпыз. Жоқ, енді қазіргі заманда қалай? Осыны көтеру керек мәселені. Неге десеңіз, мен басыма істемейді. Қалай? Үлкен қызметке келіп, қазақ тілінде білмегеннен кейін. Олар не қыламыз түсінді? Олар бізді түсінсін. Жоқ, олар түсінбегенде біз, жоқ, олар түсініп керек жоқ. Бізге, біз олар неткеннен кейін, біз жарияламыз керек, айту керек. Мера болу керек онда. Онда қазақша білмесе, онда енді басқа жұмыстар бар, бизнесте да бар жұмыстар. Жұмыс істесін, басқа салықта істесін. Ешкім оған қысым жасап жатқан жоқ. Бірақ тілінде білмегеннен кейін, ол үлкен проблема бізге. Үлкен проблема. Жастарды көріп отыр ғой, қандай болып жатқан. Енді онда ұят емес пе, біздің несін беріп жатқан кезде Конституцияның қолын қойып, 2 сөзді қоса алмағаннан кейін, ол енді қазіргі де болса, енді телевидение бәрі бар, ол жайдалады, бүкіл дүниежүзінде жайдалады. Ереке, үлкен рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Нағыз енді батырлар деп санаймыз. Өйткені сол қаңтар мына көтерілісінде, қазір енді бұл қаңтар көтерілісінде осы Берік сияқты бауырларымыздың арқасында бәріміздің рухымыз көтерілді. Бәріміз рухтанып қалды. Енді мен ойлаймын, баяғыдай жаңа қазақ тек қана ұйықтап жата бермейді. Енді осы рух көтерілгеннен кейін әрқашанда алдыда сол рухымызды жоғары ұстап, жаңа Берік бауырымыз қазақтың жалауын жоғары ұстағандай, тура солай рухымызды жоғары ұстап, алға ұмтылуымыз керек. Берік енді Алла тағала шифа беріп, тез жазылып кетсін, аяғына тұрып, енді алдымызда әлі кездесеміз деп ойлаймын, жақсы нелермен кездесіп. Ереке жалғыз емес, бүкіл халық, семьяларыңызға бүкіл халық қарап тұр. Мен оны бірден көлтіп айтып жатқан жоқпын. Нағыз дұрыс тәрбиелеген бала екенсіздер екеуінде. Шешелеріңізге рахмет, әкелеріңізге рахмет. Әрине сізден үлгі алуға болады. Балаларға да мақтаныш. Біз енді мен бір сенетін бүгін суреті, Беріктің тұрған сурет, ол біздің қазақтың мәңгінде қалады. Ұрпақтар соны қарап, таңғалып, біреу таңғалып, біреулер жаңа несін алып, мен де сондай болайын деп үміт ететін шығар. Ол бізге жамандық қылмайды. Жамандық қылмайды, құр жақсылық қана болады. Рахмет сіздерге, тағы да рахмет айтамыз.
үлкен алғыс айтамыз. Халықтың атынан алғыс айтамыз сіздерге. Үлкен рахмет, кездескенше сізге. Рахмет.